Кәрістердің сүйікті тағамы пиготиді бірге дайындаймыз. Өте дәмді әрі бір жасағаннан шығады. Қажетті заттарды астына жаза кетемін. Ең алдымен жылы суымызға ашытқы, тұз, шекер, сұйық май қосып жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп салып жұмсақ қамыр аламыз. Менде Золотой Слон фирмасының дәмдеуіштері. Бетін жауып жылы жерге ашығанша қалдырамыз. Қамырымыз ашып көтерілем дегенше начинкасын дайындаймыз. Менде мына жерде пияз және де капуста. Екеуін алып, жақсылап майдалап езіп алдым. Майдалап турасаңыздар да болады қолмен. Енді сковородкада кішкене қуырып аламыз. Сол кезде сочный әдемі болады. Енді үстіне фаршымызды саламыз. Тұз, бұрыш, паприка және де кориандр қосып жатырмын. Мына жерде қарасаңыздар, бұлардың барлығы өте ерекше дәм береді. Жақсылап араластырамыз, осымен начинка дайын. Енді ашыған қамырымызды алып, арнайы бөліктерге бөліп, жақсылап жаямыз, жұқалап, ішіне начинкамызды салып, видеодағыдай түйеміз. 45 минут буда манты пісірген сияқты пісіріп аламыз. Бетіне өзіңіз қалаған салаттармен майонез, кетчуп сеуіп жесеңіздер болады. Менде масерканның ашы бұрышы ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.